Қайырлы күн 3-ші сынып оқушылары. Бізде қазір дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымызды сағат тілін қайтала деген өлең жолдарынан бастайық. Қолды алға созайық, сағат тілі болайық. Тик-ток, тик-ток, қолды жайып керіліп, еркінінді дыбыспен тик-ток, тик-ток деп айтайық. Өте жақсы балалар. Бұл сергіту сәті неге байланысты болды? Яғни біздің өтетін бөліміміз уақыт деп аталады. Ал балалар, есімізге түсірейікші, алдыңғы сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Ата-тек деген не еді? Шежіре дегеніміз ше? Ұрпақтар сабақтастығы қалай аталатын еді? Жақсы, осы ұрпақтар сабақтастығына қарап, үйге менің шежірем жобасын жасап келуге берген болатын. Орындадық па? Өте жақсы. Орындасақ, енді әр қатардан, бірінші қатардан 2 оқушы, екінші қатардан 2 оқушы, үшінші қатардан 2 оқушы оқып шықсын. Ал басқаларымыз солардың артынан өзіміздің қателерімізді түзетіп отырамыз. Балалар, қазір біз ойын ойнаймыз. Әр топтан топ басшысы келсін. Мен ол оқушыға сурет көрсетемін. Ол оқушы ешқандай үнсіз, сөзсіз, суретте не бейнеленгенін іс-әрекетпен сендерге жеткізеді. Ең көп сөзді тапқан топ жеңіске жетеді. Қайсы топ өз топ басшысын жақсы түсіне алады екен? Көрейік. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Бұл суреттерде іс-қимылдар неге байланысты болды? Енді ойланайықшы. Спорт дегеніміз не? Спортпен қайда айналысады? Адамдар спортпен не үшін айналысады? Өте жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз спорт денсаулық кепілі деп аталады. Ал өтетін бөлім уақыт. Бұл тақырыптың мақсаты бүгінгі сабақта сендер спорт түрлерімен танысасыңдар. Спорттың денсаулыққа қандай пайдасы барын білетін боласыңдар. Сонымен қатар спортпен айналысатын адамның бойындағы қабілетін анықтауды үйренесіңдер. Оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін бізге тапсырмалар орындау қажет болады. Біздегі ең алғашқы тапсырма ол мынадай. Мен әр топ алдарына түрлі суреттер берген болатынмын. Енді топ мүшелерінің барлығы сол суреттерге қараймыз. Бірінші, спорт ойын атауын анықтап аламыз. Одан кейін адамдардың осы спорт түрімен айналысуының негізгі 3 себебін анықтаймыз. Бұл тапсырмаларды орындау барысында ойын атауларын анықтағандарға 1 балл, адамның спортпен айналысу маңызының 3 себебін қарастырғандарға 1 балл қосылады. Жалпы балл бізде 2 балл болады. Өте жақсы. Енді осы суреттерге анықтап қарайықшы. Бұлардың барлығын бір мезгілде өткізуге болады ма? Әрине жоқ. Адамдар айналысуға болатын спорттың 200-ден астам түрі бар балалар. Олар әртүрлі топқа бөлінеді. Жаңаға айтып кеткендей, спорт жарыстары өту мерзіміне сәйкес жазғы, қысқы спорт түрлері болып бөлінеді. Қалай ойлайсыңдар? Ақыл-ой дамыту ойындары қандай мезгілге арналған? Ал қазақтың ұлттық ойындары қайсы мезгілге байланысты ойнатылады? Ал спорттық ойындар ше? Дұрыс айтасыңдар. Спорттық ойындар қысқы және жазғы ойындар болып бөлінеді. Ендеше мына суретке қарайық. Суреттер арасынан қысқы спорт түрлерін кім атап береді? Ал жаздық спорт түрлеріне қайсылар жатады? Өте жақсы. Осы жазғы спорт түрлері мен қысқы спорт түрлерінің айырмашылығы мен ұқсастықтарын Вен диаграммасы арқылы бөліп топта қарастырайық. Бізде
екі шеңбердің ішінде жазғы спорт және қысқы спорт деп берілген. Және ортасында ұқсастықтары берілген. Яғни біз жазғы спортқа қандай спорт түрлері жатады? Қане? Иә, дұрыс айтасыңдар. Жазғы спорт түрлерінің қандай айырмашылықтары бар? Сол бөлікті жазғы спорт айырмашылықтарына жазамыз. Ал қысқы спорт түрлеріне қандай спорт түрлері жатады? Өте жақсы. Енді қысқы спорт айырмашылықтарын сол жақтағы шеңберге жазамыз. Ал ортасындағы шеңберге екеуінің қандай ұқсастықтары бар? Соны анықтап, топта бірлесіп, ойласып жазамыз. Осы екінші тапсырмада ойын түрлерін мезгілге байланысты бөлген оқушыға 1 балл, жазғы және қысқы спорт түрлерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндірген оқушыға 2 балл, жалпы осы тапсырма бойынша алатын баллы 3 балл болып табылады. Ал балалар, сендер осы ойындардың ең алғаш шығу тарихын білесіңдер ме? Білмесеңдер, сен білесің бе айдарына тоқталып тарихпен танысайық. Отаны. Жазғы Олимпиада ойындары алғаш рет 1896 жылы Грекия астанасы Афинада ұйымдастырылғандықтан әлі күнге дейін әр Олимпиаданың алауы Грекияда жағылады. Сонымен қатар әр Олимпиаданың ашылу салтанатында грек спортшылары бірінші шығып, көш бастайды. Бұдан тарихпен танысып болсақ, жұмыс дәптерімізден 17-ші бетті ашамыз. Жұмыс дәптерімізде С тапсырмасына назар аударайық. Онда кестеде кейбір спорт түрлері толтырылған. Бұл спорт түрлерімен ерте жастан айналысуға болады. Өзіңе неғұрлым ұнайтын спорт түрін таңда. Өз қалауыңды түсіндір. Бұл тапсырманы орындау барысында өз таңдауын жасап, ойын анық, нақты қылып жеткізе алған оқушыға 1 балл. Жалпы тапсырма бойынша барлығы 1 балл қойылады. Келесі бізде шығармашылық тапсырма. Топта ойласып, өздеріңнің топ атауларыңа байланысты ойын атауын таңдап, әр топ өзіне берілген тапсырмаларды орындайды. Яғни, бірінші топ спорттық ойындар. Спорттық ойындарға байланысты бір ойынның атауын таңдап, ребус құрастырасыңдар. Екінші топ ақыл-ой дамыту ойындары. Ақыл-ой дамыту ойындарына байланысты бір ойын атауын таңдап, жұмбақ құрастырасыңдар. Үшінші топ қазақтың ұлттық ойындары. Қазақтың ұлттық ойындарының арасынан бір ойынды таңдап, сол ойын атауына сөз жұмбақ құрастырасыңдар. Жалпы бұл шығармашылық тапсырма бойынша ойын атауларын іздестіреді, түрлерін анықтайды. Оған 1 балл. Берілген шығармашылық тапсырмаларды топта талқылап, орындайды. Оған 2 балл. Жалпы барлығы 3 балл қойылады. Енді балалар, бойымызды бір сергітіп алайық. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жас. Сергіп болсақ, балалар, сабақтың соңына да жетіп қалдық. Ал кері байланысты 5 саусақ әдісімен қорытындылайық. Бізде бас бармақ. Бүгін мен бұл сабақта не үйрендім? Бас бармақ бөлікке соны жазасыңдар. Балалы үйрек. Мен бүгін қалай жұмыс істедім? Кімге көмектестім? Осы сұрақтарға байланысты балалы үйрекке жауап жазасыңдар. Ортан терек.
Бүгін мен қандай білім мен тәжірибе алдым? Шылдыр шүмек, сабақ маған ұнады ма? Кішкене бөбек, менің сабақтағы көңіл күйім. Сабақты қорытындылап, ойын түйіндеп, анық нақты қысқа нұсқа жаза алған оқушыға 1 балл қойылады. Жалпы бұл тапсырма бойынша барлығы тақтада зілтемір көтерген адамдардың суреті ілініп тұрады. Оқушылар стикерге өздерінің осы сабақта алған білімдері туралы жазып, әр зілтеміршінің астына жапсырады. Үйге тапсырма жұмыс дәптері. 16 бет А, Б тапсырмаларын орындап келу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар оқушылар.